Елімізде көлік құралдарының қозғалтқышы 4 мыңнан асатын жүргізушілер салықтың тым қымбат екеніне қарсылық білдіріп петиция жариялаған. Құжатқа бүгінде 7 мыңнан астам адам онлайн түрде қол қойған екен. Жылы ескі болса да жыл сайынғы салығы қалтаға салмақ салатындармен әріптесім Бауыржан Жақсымбет тілдесіп қайтты. Бір кездері көптің қолы жете бермейтін көліктер бүгінде ескірген, алайда жүргізушілердің таңдауы жиі түсетін темір тұлпарлар мен иелері оңайлықпен қоштасқысы келмейді. Десе де жыл сайынғы төлейтін салық құны тым қымбат дейді. Уақыт өткен сайын ескірген автомобильдердің техникалық қызметінің өзіне қыруар қаражат кетеді дегендер бірдей көліктердің салығы қозғалтқышына қарай есептелуіне наразы. Мысалға, екі Land Cruiser 200-ді алып қарасақ, біреуінде 4 литр объем двигателі, біреуінде 4-7. 2013 жылға шейін 4-7-лер 400 мыңдай налог төлейді. 2013 жылға дейін 4 литр объем налог, жаңа Land Cruiser 200 тура сондай мәшіне, ол 38 мың 40 мың налог төлейді. Жылы ескі болса да, дәл осындай жол талғамайтын көліктерінің салықтарының қымбат болуына қозғалтқыштарының күштілігі әсер етуде. Мәселен, қозғалтқышы 4-7 болатын мына көліктің салығы жылына 400 мыңнан асып жығылады. Ал мұндай көліктерді тек қана бай бағландар ғана мінет деген сөз емес дейді тұрғындар. Себебі нарықта бұның бағасы әлдеқайда арзан екен. Свыше 4 литров и выше. Елімізде қозғалтқыш көлемі 4 литрдан жоғары автокөліктердің көбі бүгінде ескірген. Олардың нарықтағы құны 3 миллионнан басталады. Бірақ жыл сайынғы салық адам шошырлық. Сондықтан салық көлемін төмендету үшін петиция жариялаған болатынбыз. Ескіні жөнге келтіріп, жүріске жарамды етіп жүрген азаматтар жыл сайын қымбат салықты төлеу мүмкін емес дейді. Сондықтан бірінің басында қарыз жиналса, екіншілер жыл сайын қолдан қолға өткізіп төлеу әдісіне көшкен. Ал мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары салық төлемінде өзгеріс болған жоқ дейді. Салық заңнамасына сәйкес көлік құралдары бойынша екі ставка қарастырылған. Мысалға айтатын болсақ, қозғалтқыш көлемі 4 мыңнан асатын автокөліктер бойынша, егер осы автокөлік 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін әкелінсе, 117 айлық есептік көрсеткіш көлемінде салық төлейді. Ал 2013 жылдың 31 желтоқсаннан кейін әкелінсе, 130 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Сонымен бірге 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін тіркеуден өткен көліктерге арнайы жеңілдіктер де қарастырылған. Ол мүмкіндігі шектеулі жандар, көп балалы отбасылар мен Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің атынан бір реттік көлік тіркеу жеңілдігі қарастырылған. Егер сату немесе қайта тіркелген жағдайда азаматтар 117 айлық есептік көрсеткіш көлемінде салық төлейді. Ал 2014 жылдан бастап кірген темір тұлпарларға мұндай жеңілдік қарастырылмаған. Бауыржан Жақсымбет, Влад Шишко, Информбюро.